жатсың, не деп жатсың? Қай путь айтшы маған. Дубайың болсын, ол баяғы 38 жылдан бастап, Москва енді баяғыдан бастап, Пекиннің баяғыдан бастап. Біз тек қана кеше ғана 97 жыл ғана. Біздің астанамыз мынандай болатын тіпті ешкім сенген де жоқ. Мен баяғыда Москваға барғанымызда КВН-де, откуда дегенде Састаны деген кезде, а что у вас там светофор есть деді ғой маған. Представляете? Содан сол сөйдеп айтқандарды біз мына жаққа шақырып, білесіздер, естеріңізде летний кубок өткізгенімізде жақтар түсіп қалған. Біздің осындай қалада тұрып жатқанымызға. Қазір барлығымыз енді біріміз көлікпен, біріміз пойызбен, біріміз ұшақпен келіп жатырмыз. Мен әсіресе пойызбен келетіндерге риза болам бар ғой. Сырттарыңыздан қарап жүрем ғой. Бәрі көңіл күймен Астана күніне асығып келе жатамыз кәдімгі. Жай келмейміз. Толып келеміз ғой, шұбырып келеміз кәдімгі. Ешкім қалмайды. Папа, мама, ата, әже. Ол аздай үші бір құдағи жүрет қасында. Ол құдағиға просто айтады жаңағыдай. Біз Астанаға баратыр, құдағи бармайсыз ба десе, барып қайтайын деген кезде. Қайдан айттық бар қоқырғы деп. Ол құдағи қалмайды ғой ол. Ол үші ол құдағиға ештеңе айта алмайсың. Қалғандардың бәріне пойызға келеді, біздің вокзалда жүреді қазақтар. Топырлап жүреді. Бер тұршы. Кетіп қалмар қарай. Қайда кетіп баратсың? Мына кел. Құдағиға айғай аламайсың. Құдағиға ішіңнен жынданып тұрсаң да, бірақ құдағи келіңіз мына жерге отырыңыз аға. Құдағи мына жерге отырыңыз, тұр құдағиға орын бер аға. Қайда барасың? Кетпендер шықайға. Ана хабарлаушыны күтіп тұрамыз. Пойыздың келген күтіп тұрамыз. Асығып тұрмыз өйткен Астанаға. Мен ешқашан бар ғой, осы біздің Қазақстанда қай вокзал болсын, осы бізде диспетчерлар бар ғой, солардың бәрін бір жерде оқытып қояды деймін осы бар ғой. Өйткен барлығын сөйлегендері бірдей ғой. Мен ешқашан естімеппін мынандай диспетчерді жаңа. Тұң-тұң-тұң, құрметті жолаушылар, Астана Алматы бағытындағы нөмір 44-ші жүрдек пойыз 2-ші жолға келіп тоқтады дегенді. Бізде былай ғой. Тұң-тұң-тұң-тұң, құрметті жолаушылар, Алматы бағытындағы нөмір 46 жүрдек пойыз 2-ші жолға келіп тоқтайды деп жатыр. Зағбалығыздар, уважаемый пассажиры. Будьте осторожны при въезде в Алматы Астана. Еще бір анық айтқандай повторяем дейді ғой. Ананы бар ғой 10 рет айтса да сен түсінейін өп тұрған жоқсың. 2-ші рет айтқан кезде деп айтқанда еще үйдегі ана баланың біреу түртіп атады ғой. Мама бірдеңе, папа, тұра тұршы. Өзіміз бір естімей атқан жағаласын. Ал не деп атыр, қай вагон ал, қай путь ал, қай путь деп шулап атқан бір адам ғой вокзалдың ішінде. Қай путь деп атыр, сіздер естідіңіздер ма дейді. Просто өтіп барады, біреу айтады, 2-ші ау деймін дейді. Ол точно емес, просто ау деймін деген. Менің бар ғой, сіздерде бар ма сондай, менің әрқашан бір арманым, осы диспетчер хабарлап болғаннан кейін, сол диспетчердің отыратын бөлмесін тауып алғым келеді бар ғой. Тауып алып, кіріп барып, есікті ашып, не деп атсың осы айтшы? Не деп атсың? Қай путь айтшы маған? Мен өзіме қанша хабар айтайын. Не деп атсың бар ғой десең? Сонда бидеп айтатын сияқты. Сіз неге мына жерге кіріп кеттіңіз? Қазір мен полиция шақырамын, бір деді. Сол кісілер үйде де солай сөйлейді өйден бар ғой. Балам бар, папаң тамаққа шақырып кел, қазір мен қазір жұмысқа кетейін деп жатырмын. Сөйтсе баласы, папа жаңадан Алматыға шығып кеткен, мен өз жеріне тұрған. Үй даладан папасы кетірмін, мен жаңаны деді. Бірақ бір-бірін түсінеді. Вообще болды ма сондай, сіздерде бір естеріңізде сондай бір ай бар, бір айтсам екен деп тұратын. Сын хабарлағаннан кейін қызықты айтсайшы бізде. Бізде андай культурны. Болды, киімдерді алыңдар, жүр. 2-ші путь деп жатыр. Жүріңдер, барайық деп. Біз үйт бармаймыз ғой никогда. Біз үші тұрып алып бетеміз ғой.
Так, 8-ші вагон. Мына жағы ма екен? Әлде мын жағы ма екен? По-моему, мын жағы ау деймін. Ал сумканы, бол тез. Не қайда, кімді нені ал, баланы жетікте. Құдағи, жүріңіз аға. Болдар, тез. Жүрсіңдерші, мын жаққа қарай жүр. Мын жаққа қарай жүр дегенде пойыз қасымнан түтік. Қайда кеттіңдер, бол тез жүріңдер мын жаққа. Мына жақ басы ғой 8 дегенде. Мәссаған бар ғой. Топырлап кәдім бар ғой. Пойыздың ішіне кіріп, вагондарды іздеп, ішінен әйтеуір, ішіне кіреміз, өзіміздің купемізді тауып аламыз ғой әзір. Ал отыр, болды. Папа, сен мын жерге отыр. Сен үстіне шық, құдағи, керіңіз аға. Мама, сіз мын жаққа отырсайшы я. Балдар анжақ келесі купеге барыңдар бар, тез. Барлығын отырғызып аламыз. Пойыз әлі жүрген жоқ. Мама, папаларыңды орналастырасын. Барлықтарында болды ма сондай? Мын жаққа келіп өз әйеліңмен, бала шағаңмен орналасып болып, әлі пойыз жүрген жоқ. Әке шешем не істеп жатыр екен деп барсаң, уж тамақ жеп отырады ғой. Ай, жолда жейсіңдер, асықпасаңдаршы. Сразу отыра сал, сөмкінің бәрін ашып, жұмыртқа бұзылып кетеді. Анау сөйтіп кетеді, мынау бүйтіп кетеді, тез жеп тастайық деп. Үште пойыз жүрген жоқ әлі. Кипяток алып берші дейді ғой. Мен айтам да, жүрсін, бұра тұтсаңдаршы енді деп. Қызық бізде бар ғой. Айтып тұрмын ғой, бізде мықты. Осылай абыр-сабыр, асық жатырық қойткені. Мен бір рет сіздерге айтайын, Астана Маңғышлақ пойызына міндім. Жақында мен басыма операция жасатқам негізі. Ана тромб болып қалып, басының крышкасын алып тастап. Осы тұрғанда алдарыңызға жарты бас болып шығып тұрмын негізі. Расымен. Арасында бірдеңе қайталап кетсем түсінерсіздер. Сонда бір рет Астана Маңғышлақ пойызына міндім, маған самолетке ұшуға болмайды дегесін. Ана пойыз бар ғой, Астана Маңғышлақ. Бір ақ көңіл пойыз екен. Бүкіл станцияға тоқтады ғой. Тіпті жабылып қалған станцияға дейін тоқтады ғой. Бір ақ көңіл екен бар ғой. Мен жаңа пойыздың ішінде отырмыз. Сіздерге бір қызық айтып берейін. Ана пойыз асықпай жүреді екен. Өзін оказывается сол жақтағылар ақсақ пойыз дейді. Ана пойыз ішінде отырғанда бір пойыздар болады ғой. Әйтеуір қатты келе жатқан білесің да. Ана пойыздың ішінде отырсаң, ана пассажирларын ойлай ма екен, ұйықтасын дей ма екен. Ананың дауысы реально сені ұйықтатып тастайды. Дауысын айтсаңыздаршы. Тық-тық, тық-тық. Тық-тық, тық-тық. Тоқ-тоқ, тоқ-тоқ. Пық-пық, пық-пық. Ана ішінде отырып, ішің пісіп кетеді. Отырып алып, тық-тық санайсың. Тық-тық, тық-тық. Бір күн келатырғамыз, санап келатсақ, тық-тық, тық-тық деді. Тық-тық деді. Екінші тық-тық қайда? Шошып кеттік, бір жерге тоқтап қалдық па деп. Сөйтсе, ака станцияға келіп жатыр екенбіз. Станцияға. Сосын станцияға келіп тоқтадық, түстік. Баяғыда любой станцияда жігіттер жағы біледі, тұра сал, темекі шегіп тұра беретін едік қой. Қазір болмайды. Қазір общественный место екен оказывается. Сөйтіп полиция келді, штраф салып кетті. Енді амал жоқ, енді бәрімізге заң бірдей. Штраф төлеп, пойызға міндім. Міндімді терезеден қарап тұрмын енді. Кішкене ренжіп тұрсың ғой енді. Ана полицейский де маған қарап тұр бейтіп. Танып тұрау деймін. Сосын мен ішімде ойладым, пойыз жүрсе, бір мазақтап кетейін деген бір ойым болып тұр ғой енді. Бір өшімді алғым келіп тұр ғой енді жаңа. Сөйтіп бір кезде ақырын пойыз жүре бастаған кезде. Деп тұрсам, сөйтсем ақасы қарсы тұрған пойыз екен жүріп батқан.